Атырау қаласынан жалынды сәлем. Әр аймақтың өзіне тән таптаурындар болады. Ал Атырау мен оның тұрғындарын жақсырақ түсіну үшін өздерінен сұрап көрейік. Кеттік. Атырау қай жағынан танымал? Мұнай, басам балық. Атырау қай жағынан танымал деп ойлайсыз? Атырау мұнайдың астанасы және де халықтың қонақжайлылығымен, қазақилығымен танымал деп ойлаймын. Бізде енді мына жұмыс жағынан жақсы, сосын көп қой. Бизнес жағынан жақсы, көп ол жаққа бизнес жасайын деп келеді ғой. Көп адамдар басқа қаладан. Атырау қай жағынан танымал деп ойлайсыз? Жұмыс жағынан танымал. Балық жағынан, сондай жайығымен танымал дейді. Пешеходный мост бар бізде Гиннес рекордына кірген. Сол арқылы танымалмыз. Атырау негізі қай жағынан танымал? Қалай ойлайсыз? Балықпен танымал, мұнаймен танымал, адамдармен танымал. Үш сөзбен сипаттап бере аласыз ба Атырауды? Түте, бай, мейірімді. Жайық, адамдары балық. Атырау қаласын үш сөзбен сипаттап бере аласыз ба? Әдемі, сұлу, жарқын. Мен де клечам, өзіңізде жат сияқты қазір. Лас. Набережка, сосын жағалау, сосын байзар. Жайық, мұнай, набережка. Атырау қаласын үш сөзбен сипаттап бересіз ба? Балықты өңір, сосын бай өңір, мұнайға бай өңір, әдемі қала. Мұнай. Екінші сөзді былай андай сөйлем қылып айтсам бола ма? Дөрекі болса да ар жағында ештеме жоқ деп айтамын. Біздің халық сондай. Бер жағы андай кішкене қауан тежеде, ар жақта да бәріміз андай неміз ақ көңіл сондай халық. Так, үшіншіден қонақжайлық бізде. Қонақжайлық бар, ашық. Атыраудың диалектінен немесе батыс диалектінен қандай бір жақсы көретін сөзіңіз бар? Ұнайтын. Қойшиш. Барсы. Ең жақсы диалектісің ба? Ұнайтын. Көп, ұнайтындар көп. Атыраудың немесе жалпы батыстың қандай диалекті сізге ұнайды? Жақсы көретін немесе көп қолданасыз сол? Диалект дейтін сөз ғой да. Не зат қой. Оның мағынасы қандай? Не болды деген сияқты ғой, типа, не болды, жайма деген сияқты ғой. Біз білмеймін, өзіміз көп қолданамыз сол сөзді, не зат дейміз. Иә. Көшиш, нағылдып тұрсын, құрсын, бола қойш деген сөздер айтылады, жиі қолданылады. Солардың мағыналары қандай? Көшиш деген, типа, қоя қой деген ғой енді, нағылдып тұрсын деген, түсінбей тұрмын, не айтқың келіп тұр деген. Атырау немесе жалпы батыс диалектінен сізге ұнайтын қандай сөз бар? Қандай сөз? Есіме тек боғауыз сөздер түсіп жатыр. Батыстағы айтатын жоқ, есімде жоқ. Мен көбінесе тынышпа деймін. Тынышпа деп. Сөйтіп айтамын өзім. Білмеймін, енді басқа жақта оны қолданама. Көп қолданатын. Так, барып келшеш, жеш, сөйтшеш. Сондайлар ұнайтын шығар, өзім үйреніп кеткесін. Сондай сөздер. Оның мағынасы қандай? Пожалуйстаның орнына сондайларды кейбірде айтады атыраулықтар. Андай, как ұзақ сөйлемейді, тез айтады, бір түрлі өзіме ұнайды сол. Өзім үйренген үшін. Бізде дейсін дейді ғой. Любой сөзге дейсін, бізде дейсін дейді. Құмаш. Мағынасы қандай дейсіннің? Дейсін деген андай қалай ласкательный ғой. Мысалы, апарасың ба дейсің да деп андай ласкательный ғой, типа сен андай грубо айтпай кішкене андай не істеп жібересің да, алдап дейсің да. Ойын қылдырып. Иә, ойын қылдырып, сосын құмаш дейді мысалы. Қуасың ба деп андай. Оның бәрі негізі бір ести. Может, обидно болып қалады шығар, өзімізге үйренгішті мысалы. Қуасың ба, құмаш деп андай. Hello, на, сервус. Бұл герман тіліндегі сәлем сөзінің үш түрлі қолданысы.
одан басқа қаншама түрлері де бар. Яғни жаңа тілді үйренген кезде тек қана сөз жаттап, грамматика меңгеру жеткілікті емес, оған қоса тілдің жаны, оның бояуы, жергілікті сөйленістер немесе диалектілерді үйренгенде пайдалы болады. Осындай жергілікті ерекшеліктерді өз бетіңше түсіну қиын болуы мүмкін, сондықтан тәжірибелі мұғалімнің көмегіне жүгіну ең пайдалы әрі жылдам жол. Біздің кеңесіміз italki платформасы. Мысалы, қазақ тілінің жергілікті сөйленістерін жақсы айыратын мұғалімдерді таба аласың, ал ең бастысы сабақтарды онлайн түрде оңаша өтесің. Көбірек сөйлесіп тәжірибе жинағың келсе, italkiдің тіл үйренушілер қауымдастығына қосыла аласың. Изи қазақ көрермендері үшін біздің арнайы жеңілдігіміз бар. Ол үшін italki платформасына жазылып қой және кемінде 10 евро болатын сабақ брондасаң, біздің атымыздан саған 5 евро көлемінде жеңілдік болады. Ол үшін Изи қазақ кодын қолдан, ал сілтемені осы видеоның астынан таба аласың. Жаңа тілге сапарыңды italki мен бірге баста. Ал осында бірінші рет келіп тұрған адамда не таңғалдырады деп ойлайсыз? Бізде көбінен таңғалатын адамдардың дөрекіліктерін таңғалдырады ғой, көбінен сол жағдайды естейміз енді. А так бұл Бірақ негізі дөрекі емес, иә? жоқ, негізі біз үшін өзі дөрекі емес бізде. Біздің адамдар шынайы просто. Көбі негізі адамдардың менталитетінен таңғалады. Мен негізі көп оқимын, мына Threads'та, Инстаграмда жазып жатады ғой. Дөрекі дейді, Алматыда, басқа қалаларда кішкене сыпайылық бар. Айта кететін ең басты бізде негізі Атырау өте таза қала, шынымен. Мен мына біздің Атыраудың именно жұмысшыларына риза боламын. Қашан шықсақ та тап-таза көшелеріміз, шынымен бізде мәдениет, дөрекі не деп айтады, бірақ все равно мәдениеттік бар кішкене. Өзіңізге не ұнайды осы қалада? Маған осы набережка ұнайды, жағалау. Сол жағалауда жүрден ойды тыныштандыруға жақсы негізі. Шаршаған кезде көмектесе аламын. Атырауда сізге не ұнайды? Бізде Атырауға бәрі ұнайды, тек ауасынан басқасын бәрі. Тез бір жерден бір жерге тез жетесің, маған бірінші сол ұнайды қатты. Набережка өте керемет, қауандары ортасында, иә. Сол. Жалпы Атырауда не ұнайды сізге? Атыраудың маған ыңғайлысы ұнайды. Мысалы, біз далаға шыққанда бәрі қасымызда, мысалы. Андай, қалай енді онда үлкен болмағасын, ыңғайлы да? Барлығын. Барлығының ішінде не бар? Енді өзің қалам болғасын. Ал не ұнамайды? Не ұнамайды? Атырауда ма? Бәрі жақсы. Тек ауасы болмаса. Ауасы. Қалған жақсы. Ұнамайтын жері бар ма? Жоқ, Мүлдем жоқ. Балшығымен бірге, масалармен бірге. Иә. Не ұнамайды Атырауда? Не ұнамайды? Не ұнамайды? Жел, астанадағыдай. Вот. Басқасы жоқ. Жазда кішкене маса болады, сол ұнамайды. Сол енді ауа райы сәл ұнамайды енді. Ал қай жер ұнамайды? Ұнамайды, кішкене даму жағынан ұнамайды енді. Потому что бізде енді кішкене ақша көп деп ойлаймын. Қалада енді все-таки бүкіл елден келеді, мысалы жетістіктер жағын жұмыс жасайды, иә. Мына біздің туризм жағы кішкене дамыса деп тілеймін, мысалы. Басқа қалалардан келіп кісілер қарайды, мысалы Атырауда не бар екен деп, бір жағынан кішкене ұялам. Бізде мысалы көп ештеңе жоқ қой, былай қарап тұрсаң, заведениялар бар, бірақ андай именно туризм жағынан кішкене да. Ондай керім емес, иә, керек сол жағы. Қай жер ұнамайды Атыраудың? Атыраудың андай ғой, көп қыдыратын жер жоқ. Сосын қаланың жаңағы ауа райы кейде ұнамайды, былай жақсы, иә. Жел болады ғой, сол кезде прям экологияның ластығы көрініс табады. Атырауда ең сүйікті жеріңіз қандай? Жылгородок. Неге? Өйткені өсімдік көп, талдар көп. Атырауда ең сүйікті жеріңіз қандай? Кофейня деймін ба? Мен декретте болғасын, маған, шынымды айтсам, декретте болғасын, маған қазірдің уақытында бәрі ұнайды. Енді үйден шығу себеп қой, мен осылай тек баламды аламда, мысалы, осы жағажай жақсы. Атырауда ең сүйікті жеріңіз бар ма? Бар набережка. Осы набережка. Шынын айтсам.
набережкеге келеміз семьямызбен өйстіп қыдырып жүреміз, құстарға тамақ береміз. Өзімізге осы жерлер ұнайды енді. Біздің сұхбаттарымыздан адамдардың сөйлеу мәнері мен тіл ерекшеліктерін де байқауға болады. Қазақ тілін осындай видеолар арқылы үйренгің келсе, EasyCadок платформасына жазыла аласың. Платформада бейнебаяндардың транскрипті, аудио мен субтитрсыз нұсқалары, интерактив жаттығулар мен қосымша материалдар бар. Платформаға жазылу арқылы тек тіл ғана үйреніп қоймай, онымен қоса EasyCadоктың дамуына да үлес қосасың. Сені асыға күтеміз. Атырауда міндетті түрде нені көру керек? Халал мұражайын қарау керек. Анда сарайшық жөнінде көрсетілген бар. Атырауда міндетті түрде нені көру керек? Міндетті түрде ма бізде балықты жеп көру керек. Біздің балығымыз күшті. Қандай балық? Көп судак бар, қызыл балық бар бізде. Икрамызды жеп көру керек. Бізде мысалы пешеходный мост рекорд неге енген деп айтады ғой, мысалы енген, иә, ол шынымен мен мысалы маған мақтаныш. Ол пешеходный мост өте керемет. Келген адам соған барғанын жақсы көрем. Өзім де көп жүрем сол жақта жаяу қарап. Жайық өзен. Балық жеп көру керек, қызыл балықты. Мен де қазір көп жерге барған жоқпын. Мысалы, сізде мұнда 30 несі бар да, бір сол жерге бару керек деп ойлаймын, бірақ өзім әлі барған жоқпын. Иә. Атырауда міндетті түрде нені көру керек? Мостты көру керек. Азия мен Европаны қосатын мостты көру керек деп ойлаймын. Сарайшыққа бару керек. Сосын ана лотостар өседі, соған бару керек. Соларда. Сосын площадь Махамбеті бар. Қыдыратын жерлер көп деп ойлаймын. Жайықтың өзімен қыдыруға болады. Неге мініп, қайыққа мініп. Жерден болса құмжақ, сосын теңіз бар бізде. Бірақ ол сырт жағында, иә. Сояқ жақсы. Иә, Каспий теңізі, иә. Соны көру керек, иә. Бүгінгі эпизодымыз осымен аяқталды. Атырауды жақсы таныстырдым деп ойлаймын. Атырау туралы пікірің немесе ойың болса жаза кет. Ал видео ұнаса лайк басып арнамызға жазыл. Келесіде кездескенше сау бол.